қаһарына мінді. Бүгін Астананы көз аштырмасы ақтүтек боран жайлады. Армысыздар, хабар арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Ақсәуле Әлжан. Бүгінгі бағдарламада. Шығыс Қазақстанның 16 ауылына азық-түлік әскери техникамен жеткізіліп жатыр. Облыстағы елді мекендерде қалың жауған қар мен қатқан мұздың кесірінен 3 күннен бері сыртпен байланыс үзілген. Жұмыспен қамту орталықтарын үлкен өзгерістер күтіп тұр. Қазақстандықтарға жұмыс тауып беретін басты мекемені жаңартуға 25 миллиард теңге тартылмақ. Эфирдің 90% отандық өнім. Хабар агенттігі 2015 жылды қорытындылап, алдағы жоспарларымен бөлісті. Мемлекет басшысы Әзербайжан президентімен телефон арқылы сөйлесті. Ильхам Әлиев Нұрсұлтан Назарбаевты алдағы жаңа жылмен құттықтады. Сондай-ақ әңгіме барысында екі жақтың ынтымақтастықтың барысын талқылады. Телефон арқылы сөйлесуге Әзербайжан жағы бастамашы болыпты. Жаңа жылдық құттықтаулардың алғашқылары келіп жатса, қыста тосын сый жасап жатыр. Ауа райының қолайсыздығы әуе рейстеріне кедергі келтіруде. Бүгін Алматы халықаралық әуежайында бірқатар бағытқа ұшу уақытша тоқтатылды. Олар Үрімші, Бейжің, Ташкент, Франкфурт, Қарағанды, Қостанай, Ақтау және Астана бағыттарындағы рейстер. Сондай-ақ қатты соққан боранның кесірінен Астанада да 8 әуе рейсі кешіктірілді. Атап айтсақ, Алматы, Өскемен, Ақтөбе, Павлодар мен Ақтауға қарай сапарлар шекерілді. Ал халықаралық бағыттардан Стамбул, Дубай, Омбы және Үрімші әуе рейстері кейінге қалдырылды. Ішкі бағыттардағы рейстер 20 минуттан 4 сағатқа дейін кешіктірілсе, халықаралық рейстердің жолаушылары 2 сағаттан 10 сағатқа дейін кешікті. Кей өңірде темір жол қатынасы да тоқтады. Қарағанды облысында бірден 10 пойыз рейске жіберілмеген. Бұл жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жасалып отырған шара. Өңірдегі темір жол қатынасы ертең жанданады дейді Қазақстан темір жолының баспасөз қызметі. Ал Шығыс Қазақстан облысындағы Көкпекті ауданында боранға байланысты төтенше жағдай жарияланды. Аудандағы 16 ауыл соңғы 3 тәулікте мүлдем қатынассыз қалған. Жолға жауапты мекемелер күшейтілген жұмыс кестесіне көшкенімен трассаны қардан толық тазалап үлгермеуде. Төтенше жағдайлар департаментінде жедел басқару штабы құрылды. Аймақтағы ауа райы мен жолдардағы ахуалды әріптесім Олжас Керейхан көріп қайтты. Бұл облыстағы дәл қазіргі жағдайлар. Соңғы 6 тәулікте аймақтағы республикалық және облыстық дәрежедегі жолдардың барлығы жабық. Әсіресе Жарма, Көкпекті, Бородулиха, Ұлан, Күршім аудандарында қарлы дауылдың соғып тұрғанына 6 тәуліктен асты. Соңғы бір аптада қар құрсауына 1000-ға жуық адам мен 200-ден астам техника шығарылған. Қазіргі таңда енді облыс бойынша 34 техника жұмыс істеді. Және оның ішінде 120 адамнан астам маман жеке құрамнан жаңағы қатысты. Енді қазір мына төтенше жағдай Көкпекті ауданында жарияланды. Енді бүгін ертең мына тағы да ауа райын байқап көрсе, мына қазір жұмыстың бәрі жүргізіп жатыр. Енді бүгін ертең оның бәрі жолдарды ашып жөндеу керек. Қазір бұл аудан тұрғындарына азық-түлік пен дәрі-дәрмек әскери техникамен жеткізіліп жатыр. Ал коммуналдық мекемелерге жолды тазалау өте қиынға соғып тұр. Осы жолда жүрген 4-ші күн болды, 3-4 күн болды. Күндіз-түні. Лақтырып тазалап алып жатасың. Қар борап тұр, артынан уже борап жауып жатады жолды. Аймақтағы барлық жолдарды қардан тазалауға 1200-ге жуық техника жұмылдырылған. Әрбір ауданда жеке штабтар құрылды. Жалпы облыста республикалық маңызда 3414 шақырым жол болса, ең қиыны соның Өскемен Қайнар бағытындағы автокөлік жолы. Қыс болса, дәл қазіргідей 2 күннің бірінде ақ түтек боран соғады. Сондықтан жол тазалау мекемелері ең негізгі техниканы осы жолдың бойында шоғырландырады. Ал биыл желтоқсан айының басында өңірде қар аралас жаңбыр жауып, соның салдарынан кейбір жолдардың бойында қардың қалыңдығы 2 метрге дейін жетеді. Ал бұл қарды бұзу үшін арнайы техника болмаса кез келген жол тазалау техникасы ала алмайды. Аймақтағы ауа райының күрделі ахуалына байланысты еліміздің 7 облысынан көмекке қар тазалайтын арнайы техникалар келе бастады.
Бұл келген техникалар қазір Майқапшағай, Омбы Майқапшағай автожолында және Алматы Өскемен автожолдарында қар аршу жұмыстарын кірісіп бастап кетті. Бұрқасын қар алдағы бірнеше тәуліктерде де сақталады дейді ауа райын болжау орталығының мамандары. Тіпті кейбір таулы аймақтарда желдің қуаты секундына 30 метрге жетуі мүмкін. Сондықтан облыстағы республикалық маңыздағы жолдардың барлығы жабық тұр. Олжас Керейхан, Аслан Төлепов, қорытынды жаңалықтар, Шығыс Қазақстаннан. Қарағанды өңірінде де 1000-дай көлік 4 күн бойы далада тұр. Бұл туралы кеше айтқан едік. Бүгін құтқарушылар арнайы брифинг өткізді. Толассыз жауған қардың соңы ақтүтек боранға ұласып кептеліс болған. Жер көктайғақ. Осының салдарынан облыстың Абай ауданында бүгін төтенше жағдай жарияланды. Ал қалған өңірлер жіті бақылауда дейді олар. 3 күннің ішінде 400-ге жуық адамды құтқарған, 130-ға жуық техника жолды қардан аршуда. Ал жергілікті әкімдіктің айтуынша жолда қалған жұртқа азық-түлікпен 20 тонна жанармай жеткізілген. Алайда синоптиктер Қарағанды облысында алдағы 3-4 күн бойы осындай ауа райының сақталатынын айтуда. Сондықтан шалғайда жатқан 100-ге жуық елді мекенмен қатынас үзілуі мүмкін. Зардап шеккен адамдарға қазіргі кезде жан-жақты көмек көрсетілуде. Нан, су, керек заттардың бәрі қазір таратылуда. 100-ден астам елді мекеннің басы қарым-қатынас болмай қалуы мүмкін, жаңағы қар басу мәселесіне байланысты. Сондықтан ол елді мекендердің бәрі белгілі. Ол елді мекендерге ең бірінші жаңағындай көңіл бөлініп, сол жерлерге қар күреу жұмыстары жүргізіледі. Төтенше жағдайлар қызметі жолда қалған жұртқа көмектесіп жатырмыз дегенмен жүргізушілер мұны теріске шығарды. Көбейсін Қамбаров есімді азамат 27 желтоқсанда көлігімен жолға шығып, Ақбастау елді мекеннің тұсында қалың қарда тұрып қалған. Абырой болғанда өзге көлікпен қалаға жетіп алыпты. Бүгін төтенше жағдайлар қызметінен көмек сұрай келді. МЧС-тің ешқандай техникасы көрінбейді. Службаның адамдары да жоқ. Жұмыс істеліп жатқан жоқ ешқандай. Мәшіне жаттықалмын 3-ші күн бүгін. Далада жатыр мәшіне. Алла біледі не болып жатқанын. Тастап бір Аллаға тапсырып кетті. Мына ЧС-тің несіне келіп тұрық? Мекемесіне келдік. Бұнда пропуск сұрайды. Не деді енді ешқандай білмеймін. Кім шешу керек? Сонымен еліміз бойынша бірқатар республикалық маңызды тас жолдарда жол көлік қозғалысы уақытша тоқтатылды. Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай облыстары және Астана қаласынан шығатын жолдар жабылды. Төтенше жағдайлар қызметі алыс жолдарға шығудан бас тартып, қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұрайды. Ал синоптиктердің мәліметінше оңтүстік батыстан соққан қатты жел әлі бір апта бойы жалғасып, екпіні бәсеңдегенімен қарлы бұрқасын сақталады. Алдағы күндері ауа райы қалай құбылатынын синоптиктерден сұрап білдік. Ертеңгі жағдайда қарағанда боранды жел бәсеңдейді аздап, дегенмен кей жерлерінде 15-20 метр секундқа дейін жел сақталады. Республиканың батыс аймақтарында температуралар төмендейді. 2-ші қаңтар күндері бастап температура 15-22 градус аязға дейін болады. Солтүстік аймақтарында түнгі температура 17-30 градусқа дейін төмендейді. Шығыс аймақтарында 3-ші қаңтардан бастап температуралар төмендейді. ақш-та да ауа райының қолайсыздығынан 11 штатта төтенше жағдай жарияланыпты. Қар борап әуежайлардың жұмысы іркілген. 3000-нан астам рейс тоқтатылып, 2700-і кейінге шегеріліпті. Синоптиктер әлі бірнеше күн бойы боранды болатынын ескертіп отыр. ақш-тың экономикасында да климат нашарлаған сыңайлы. Қара алтынның құнсыздануынан бағалы қағаздар мен акциялар арзандады. Кеше биржадағы саудада энергетика саласының көрсеткіштері 1,8% төмендеді. Сәйкесінше ExxonMobilдің акциялары 0,7, ал Chevronның құнды қағаздары 2% құлдырады. Өндірістік салаға келсек, Dow Jones индексі де шамамен 2% әлсіреген. Бұған сондай-ақ ақш федералды қор жүйесінің негізгі үстеме пайызын көтеру туралы шешімі де әсер еткен. Мұнайдың арзандауы оның негізгі экспорттаушыларында әбігерге салуда. Онда елдердің көбі қазына қаражатын үнемдеуге көшкен. Мәселен, алдағы жылы Сауд Арабиясының кірісі 25 миллиард долларға кемейді. Ал бюджет тапшылығы шамамен 100 миллиард долларды құрайды. Дегенмен корольдік 2016 жылы лаңкестікпен күрес жұмыстарына бөлінетін қаражатты қысқартпайтын көрінеді. Елдің қорғаныс саласына бюджеттің 4-тен 1 бөлігі жұмсалады.
Доллар бағамы 340 теңгеге жақындады. Осылайша өткен аптада аздап арзандаған ақш валютасы кешеден бері біраз көтерілді. Дүйсенбідегі таңғы саудада 331 теңгеге жуықтап, күндізгі сессияда 333 теңгеге жеткен еді. Бүгінгі таңғы сессияда тағы 4 теңгеге қымбаттап, күннің соңғы саудасында доллар 339 теңге 17 тиын болды. Еліміздің жұмыспен қамту орталықтары 2020 жылға дейін 600 мың адамға жұмыс ұсынбақ. Қазір жылына 100 мың адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Осы санды одан әрі көбейту үшін үкімет жұмыспен қамту қызметіне реформа енгізбек. Ол үшін біршама қаражаттың қажет екендігі де анық. Бүгін Сенаттың комитет отырысында осы жобаға қанша қаржы керектігі талқыланды. Бұл туралы сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Нұрбек Байбосынан сұрап білсек. Рахмет Ақсәуле, үкімет жұмыспен қамтудың жаңа жолдарын қарастыруда. Алдыменен бұл саланы жіті зерттейді, мәселен орталықтардың материалдық техникалық жағдайы бағаланады. Үкімет еңбекпен қамту орталықтарын жұмысын жақсарту үшін арнайы әзірленген жобаға сүйенбек. Оның құны 25 миллиард теңге. Қаржының басым бөлігін халықаралық қайта құру және даму банкі ұсынады. Тиісті заң жобасы бүгін Сенат комитет отырысында қаралды. Профессиональные стандарты. Жұмыспен қамту орталықтары бір терезе қағидатымен жұмыс жасайтын болады. Яғни жұмыс беруші мен оқу орындары арасында байланыс орнайды. Әрі материалдық техникалық база жақсарады. Осыған орай 64 білім беру ұйымдарына техникалық оқу өндірістік жабдықтар сатып алу жоспарланған. Реформа дегені түсінікті. Бұған қоса тағы қандай шаралар қолға алынатын болды? Ақсәуле, әрине, заң жобасында жұмыспен қамту орталықтарын реформалаудан өзге мектеп түлектерін мамандыққа баулу мәселесі де қолға алынады. Мы можем любую систему квалификации создать. Бұл еңбекпен қамту орталығының жұмысы емес. Білім және ғылым министрлігі айналысатын шаруа. Біз кез келген білім беру стандартын енгізе аламыз. Колледждердің материалдық техникалық базасын жақсарта аламыз. Бірақ оларға түлектер бармаса, жұмыстың барлығы далаға кетеді. Демек, негізгі міндет жастарды кәсіби мамандыққа баулу. Айта кетейік, халықаралық қайта құру және даму банкінің осы жобаға бөлетін қаржысы қарызға беріледі. Ол 5 жылдық жеңілдік кезеңмен 19 жылға есептелген. Осы әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитеті қараған заң жобасы палатаның қарауына жіберілді. Ақсәуле? Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Нұрбек Байбосын. Осының бір мысалы, алғашқы техникалық білімнің тегін берілуі ірі өндірістердегі маман тапшылығын жоюға септігін тигізеді. Елбасы жолдауындағы тапсырмаларға сәйкес Шығыс Қазақстан облысындағы колледждер дуальды, яғни теориямен қатар практиканы да меңгеру жүйесі бойынша техникалық мамандарды дайындауды бастап кетіпті. Дуальды оқытудың нәтижесін көргендердің бірі Абзал Мұхтарбеков. Қаладағы колледждердің бірінде білім ала жүріп, Өскемен жылыту орталығында күнделікті тәжірибеден де өтті. Ал диплом алған бойда бірден осы кәсіпорынға жұмысқа орналасты. Бастапқыда электр монтаждаушы болып еңбекке араласса, қазір инженер дәрежесіне көтерілді. Оқу орны мен практика өтетін жерде қарым-қатынасы өте мықты. Яғни мысалға келтірсек, менің әріптестерім, ол менің группаластарым. Менің ұстаздарым, ол менен бұрын оқу бітірген адамдар. Яғни менің оқу орнымды бітірген, менің ұстаздарынан оққандар бар. Облыста қазір 80 колледж бар. Оларды жыл сайын бітірген 18 мыңға жуық түлектің 70% жұмысқа орналасады. Сондықтан жас мамандарды еңбекпен толық қамтуды оқу орындары аймақтық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе қолға алды. Өңірдегі 160-тан астам өндіріс пен кәсіпорынға 40 колледж техникалық мамандардың 36 түрін дайындамақ. Маман даярлауда өндірістер оқу орындарының техникалық базасына да көмек көрсетеді. Яғни жас мамандар білімді білікті болу үшін колледждердің шеберханасының жаңаруына зауыттардың өздері де мүдделі. Жеке және мемлекеттік серіктес негізінде оқитын мамандардың барлығы дуальды жүйеде білім алады. Яғни оқу орындағы теорияны өндірісте тәжірибемен ұштастырады. Олардың оқу графигі ерекше жасалған. Мысалы, басқа топтармен салыстырғанда олардың тәжірибе мен машықтануы 68-70%-ге жетеді. Сол себепті олар көп практикада өздері машықтанып, неге өндіріске жақын болып маман дайындалады деген үміттеміз. Жалпы соңғы бірнеше жылда арнайы орта оқу орындарына түскен 2,5 мың түлек дуальды жүйемен оқып жатыр. Енді бұл оқу әдістемесін мектептерден бастау үшін облыстағы 4 ауданда тәжірибе ретінде қолға алынбақ.
Болат Көгенайұлы, Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар Өскеменнен. 1200 пәтер. Алматыда биыл осыншама адам жаңа пәтердің кілттерін алыпты. Жалпы қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында соңғы 3 жылда тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің депозитіне қаржы салған 17363 отбасы баспаналы болған. Бағдарламаның игілігі жайында әріптесім айтып береді. Алматылық Эльмира Серікбайқызы баспаналы болуды көптен бері армандаған. Отбасымен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде депозит ашып, қаржыны мақсатты жинақтай бастапты. Нәтижесінде мамыр бір ықшам ауданындағы көпқабатты үйден 2 бөлмелі пәтерге ие болды. Мы мечтали долгие годы, около 10 лет. 10 жылдан бері арманымыз өткен жыл орындалды. Осында көшіп келіп, жаңа көршілермен таныстық. Бұл жердің инфрақұрылымы жақсы. Су мен жылудан кемшілік жоқ. Пәтер алғысы келгендерге қаржыны банкте үнемдеп, жинауға кеңес беремін. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасына қатысуға кез келген азаматтың мүмкіндігі бар. Өтінішті тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің ресми сайтына онлайн жүйесі арқылы жіберуге болады. Барлық мәлімет ашық әрі нақты дейді банк қызметкерлері. Жыл қорытындысы бойынша 5000-ға жуық алматылық пәтер алуға өтініш берген. Бұл қала тұрғындарының тұрғын үйге деген сұранысының жоғары екенін көрсетеді. Жалпы биыл Алғабас бір ықшам аудандағы көп қабатты 18 үй толық пайдалануға берілді. Бұдан басқа Алматыдағы жас қанат тұрғын үй кешенінде 28 үй салынып жатыр. Келесі жылы 5 үй пайдалануға беріледі. Оларға 1200-ге жуық отбасы қоныстанатын болады. Алмас Садуақас, Ғани Бекенов, Ернар Сайлаубаев, қорытынды жаңалықтар. Алда әлі қызықтары маңызды ақпараттар көп. Мәселен, әр елдің салты басқа. Біздің тілшілер Қазақстанда тұратын шетелдік азаматтардың жаңа жылды қалай қарсы алатынын біліп келді. Жаңа жылдық кеште хабар арнасының көрермендерге тартуы бар. Сүйікті қызықтаймыз бағдарламасы сізбен бізге не дайындап жатыр? Қазақстандық аралас жекпе-жек федерациясы жылды қорытындылады. Спортшыларымыздың әлемдік деңгейдегі жетістіктермен спорт жаңалықтар топтамасында таныса аласыздар. Алдағы 5 жылда хабар агенттігі тек қана отандық өнімді көрсетуді жоспарлап отыр. Қазірден арнамыз жылына 10-нан аса отандық сериалды экранға шығаруда. Агенттіктің басқарма төрағасы Айдос Үкібай журналистермен кездесуде осылай деп мәлімдеді. Хабар мұнымен шектелмейді, жылды қорытындылаған бастарына көрермендеріне әлі талай тосын сый жасауға дайын. Сюжетке назар аударайық. Жыл хабар агенттігі үшін күрделі табысты болды. Ел бастан кешкен оқиғаларды арнамызда кешті. Қаражатты үнемдей отырып, сапалы жоба жасап, көрерменді қызықтыру үшін барымызды салдық. Ең бастысы, қандай жағдай болса да отандық өнімді арттыруды көздедік. Осы күнге дейін соңғы 4 жылдың ішінде біз 1500 серия түсірген екенбіз. Өзіміздің отандық сериалдан хабар агенттігінің түсірген 1500 серия. Жыл сайын 10, 11, 10, 9, 8 сериал түсіріп жатырмыз. Арадайын тағы да бір 4-5 жылдың ішінде бұл шетелдік сериалдарды сырып тастай шығармыз. Мен хабарда тек қана бір ғана, екі ғана шетелдік сериал көрсетіледі қазір. Оның санын азайту бойынша біз жұмыс істеп жатырмыз. Мереке күндері эфиріміздің 90% тек өзіміз түсірген жобалар болмақ. Фильмдердің барлығы қазақстандық режиссерлер түсірген туындылар. Түрлі жас ерекшеліктеріне қарай арнайы әзірленген эфир кестесінен іздегеніңізді таба аласыз. Соның біреуі Роза Қуанышқызы Рымбаеваның сахнадағы 45 жылдығына арналған ертеңіме сенемін деген үлкен мерейтойлық концертті жаңа жыл мерекесінде көре алатын боласыздар. Сондай-ақ Мейрамбек Беспаевтың, Қайрат Нұртастың соңғы концерттерін көрерменге арнайы тарту ретінде көрсетуді жоспарлап отырмыз. Және тағы бір жақсы сыйлығымыз бар. А-студия тобының Қазақстан телеарналарында көрсетілмеген 25 жылдығына арналған үлкен мерейтойлық концерті біздің эфирде көрсетілетін болады. Биыл білім және мәдениеттің де көрсетері көбейді. Арна мазмұнын өзгертті. 20-дан астам жобаға жаңа өмір берді. Мәдени танымдық бағдарламаларды көптеп ұсынуда. Алдағы жылға да жоспарлары көп. Мы запустили 25 новых проектов.
Жаңа жылдан қазақстандық және әлемдік кинематография саласының жауһарларын көрсетеміз. Сіздер басқа арналардан көрмеген дүниелерді біз күнделікті береміз. Бұдан бөлек біз әлемге белгілі Discovery, BBC компанияларымен келісім жасап, олардан мемлекеттердің қалыптасу тарихы көрсетілген деректі фильмдер желісін сатып алдық. Жалпы хабар ақпараттық танымдық арна, сондықтан ойын-сауықтық бағдарлама эфирдің 20% ғана алып отыр. Осы жылы арнамыз ел тұлғаларының өмір баянына арнап фильмдер түсірді. Оның ішінде Нұрғиса Тілендиев жайлы құстар әні атты картинасы көпшілік көрерменді қызықтырды. Алда Шәмші Қалдаяқов Ұлы Абайға арналған тың биографиялық фильмдер көрсетіліп, көрерменнің көзайымына айналады деп сенеміз. Эльвира Тағайқызы, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар. Бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаев алғаш рет депутаттық корпус пен сенат және мәжіліс аппараттарының қызметкерлеріне сындарлы жұмысы және мемлекетіміздің өркендеуіне қосқан үлесі үшін ризашылығын білдіріп, жаңа жылдық құттықтау хатын жолдады. Құттықтауды екі палатының біріккен отырысында сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев оқып берді. Өтіп бара жатқан жылы Қазақстан үдемелі даму жолымен батыл ілгерілей түсті. Бұл жыл тарихи жадыны жаңғырту, мемлекеттілікті, жалпы ұлттық бірлікті нығайту рухында өтті. Қазақстан сыртқы нарықтардағы қолайсыз ықпалдарға қарамастан экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты сақтап қалды. Бұған республика парламентінің заң шығарушылық жемісті жұмысы елеулі септігін тигізді. Айта кетейін, биыл 160-тан астам заңнамалық акт қабылданған. Оның 6-ы конституциялық заң, 3-і кодекс және 22-сі дербес заң. Сондай қолданыстағы 64 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Халықаралық деңгейдегі тағы 67 келісім ратификацияланды. Жаңа жылға санаулы күн қалды. Бұл мерекені осы күндері әлемнің басым бөлігі тойлайтыны мәлім. Еуропалықтар Рождествоны атап өтсе, жапондықтар жаңа жылда су жаңа киім киюге тырысады екен. Осы мерекеде күлкі бақыт әкеледі деп есептейтін олар езулерінен күлкі кетпейтін көрінеді. Біз Қазақстанда жұмыс бабымен не басқа себептермен жүрген шетелдіктердің жаңа жылды қалай қарсы алатынын біліп көрген едік. Әріптесім Индира Жылқайдарова да күлімдеп жүріп жапондықтармен тілдесті. ТМД аумағындағы елдер жаңа жылды 31 желтоқсан тойлап келеміз. Ал Еуропа үшін Merry Christmas маңыздырақ. Қытайлықтар кейін тойлайды. Әр елдің салты басқа. Бірақ ескімен қоштасып, жаңа жылмен қауышу сәті бәрінде толқуға толы. Бұл жолы біздің елдегі шетелдіктерді сөзге тарттық. Жаңа жылды біз аста төк дастарханмен елестетеріміз рас. Ас мәзірінен гөрі көңіл күйін сұрағанды жөн көрдік. Жаңа жыл құтты болсын. Жапония мен Қазақстан халықтарының жаңа жылға көзқарасы әртүрлі. Екі елде көңіл күй ауаны да басқаша. Сіздер 31 күні де жұмыс істейсіздер. Ал бізде желтоқсанның 29-нан бастап бар компания жабыла бастайды. Мұнда да мерекеге қаланы көріктендіргенімен дәл біздегідей емес. Дайске Кишигамидің кешелі бер қолы босамауда. Жапон тағамдары әзірленетін дәмханасының есігі жабылар емес. Оның тілінде осоджи, үй жинау дегенді білдіреді. Дәстүр бойынша жаңа жыл алдында баспананы бар қоқыстан тазартып ас әзірлейді. Қазақ пен Жапонның әлпеті де, әдеті де ұқсас деп қояды. Келген қонақты дәмсіз қайтармайды. Бізге де дәстүрлі күріш қосылған укуйоки жапон асын әзірлеп берді. Жетай Қазақстанда жұмыс істеген жапондық қарапайым аспаздан бөлек біз шетелдің саяси өкілдерінде табуға тырыстық. Өзбек елінен кейін ақштың Қазақстандағы елшісі болғанына 1 жыл толған Джордж Кролл жаңа жылда биыл Америкаға бармайды. Елші елпілдеп қазақша құттықтап үлгерді. Жаныйлыңыз білан құтты болсын. Накануне Нового года я хожу в баню. Потому что надо чистить, расслабиться, все. Hello, I'm Jet Maros. Oh, you have a nice beard. No. Ayazata? Yes. Ayazata. It's Santa Claus, right? Yes, it's Santa Claus. Okay. Елордадағы Әбу-Дабидің сәулетін келістіргі Иорданиядан келген инженер Сайф Маданат та биыл Қазақстанда қалады. Дәстүрі де, ғұрпы да тым өзгеше, таяу шығыстағы араб елінен келген ол біздің ортаға бейімделіп жүр. Биыл Иорданиядағыдай Рождество емес, жаңа жылды тойлайды. Кесіп күрке тауық емес, асап жылқы етін жейді.
Мен мұнда келгеніме 2 ай болды. Қазақ жігіттері ақ көңіл екен. Бірі өз үйіне қонаққа шақырды. Жаңа жылда қазақ отбасында ас ішемін. Жылқы етін өмірімде жеп көрмеппін. Қазақтың ұлттық тағамынан дәм татамын деп дәмеленіп отырмын. Аязды күні беттері домбығып ойнаған балақайларды көріп, Саевтың да сырғанақ тепкісі келді. Елін сағынбайтын ер бола ма? Саев бұл сапарын саяхатқа балайды. Мұнда Иорданиядағыдай емес, еркіндік басым дейді. Мынау қандай керемет. Сырғанап көрсініп, балалар тіпті шанасында беріп жатыр маған. Міне, бұл Қазақстандағы экзотикалық топ. Серж Матонда бастаған Килиманджаро тобы жаңа жылдық кештердің сәнін келтіреді. Конго тумалары 3 жігіт бір қыз Африка әуендеріне басып тайпа биін де билейді. Барабан соғып жыңғылдың шуылына дейін келтіреді. Біздің халықты танып үлгеріпті. Я скажу, что очень хорошо отмечают Казахстан. Люди очень веселые и понимают, что такое Новый год. Биылғы қыс әжептәуір жылы әзірге, бірақ Африканың шыжыған ыстығынан келгендер суыққа әрең үйренсе керек. Жаңа жылда ет асып жеп жылынамыз деп күледі. С Новым годом, зрители Хабар! Жаңа жыл құтты болсын! Индира Жылқайдарова, Алибек Алиев, Ерзат Зайытхан, Абдулла Исаев, қорытынды жаңалықтар. Дәл осы мейрамды көгілдір экранның қызықтарынсыз елестету қиын. Біздің арнамызда осы күні қызықты, көңілді бірқатар бағдарламаны көрсетуді жоспарлап отыр. Мәселен, әзіл мен әнге ойын сауыққа толы Қызық Таймс тележобасы 31 желтоқсан күні 21:30-да жарыққа шығады. Ал жаңа жылдық арнайы бағдарламада көрермендер езу жидырмас қойылымдарға куә болмақ. Мерекелік тартудың басқа да қызықтар туралы әріптесімнің материалында. Қызық Таймстың жаңа жылдық бағдарламасында көрермендер жаңа ән тыңдап, жарасымды әзіл мен актерлардың суырып салма өнерін тамашалайтын болады. Күлмесханның өзін күлдіретін, әзіл әңгіменің түбін түсіретін жүргізушілер Марат пен Еркебұланның қатарынан бұл жолы Жанатбек пен Айнұрды да көресіздер. Олар жаңа жылда көрерменге көтеріңкі көңіл сыйлау үшін барын салмақ. Екесе көп жүргізушілер, екесе көп әнші әртістер, екесе көп қызықты ойындар. Сонымен қатар көрермендеріміздің сүйікті айдарына айналған Мен алдандым айдары да болады. Бір емес, екесе көп. Қызық Таймс бағдарламасын бірге болыңыздар. Сәттілік тілейміз. Жаңа жылдық бағдарламаға қатысқан танымал әншілер өнерімен қатар көрерменге ыстық ықыласын да жеткізіп үлгерді. Жаңа жылда өзімнің көрермендеріме еркелетші атты жаңа әнімді тарту етем. Қадірлі қазақстандықтар, сіздерді жаңа жыл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бақыт, табыс, жақсылық, денсаулық, барлық қуанышты тілеймін жаңа жылдарыңызбен. Сонымен 31 желтоқсан күні кешкі сағат 21:30-да Хабар арнасынан тосын сыйға толы Қызық Таймстың жаңа жылдық бағдарламасын тамашалаңыздар. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Айтпақшы, Астана Ньюс Айғылақ Хабар.kz мекен жайына құттықтаулар мен жаңа жылға байланысты қызықты бейне роликтерді қабылдау әлі жалғасып жатқанын естеріңізге саламын. Кезек спорт жаңалықтарына да келді. Қазан айында Геннадий Головкинмен кездесіп, одан ойсырай жеңілген канадалық боксшы Давид Лемье спорт басылымына сұхбат берді. Головкин өте жақсы спортшы, алайда мен оны болашақта жеңе алатынымна сенімдімін депті Лемье. Айта берсін, сөзді іспен дәлелдеу қазақстандық спортшыларға ғана тән қасиет деп қалам кейде. Қызылордада гандболдан Қазақстан чемпионаты аяқталды. Плей-офф сайысына Алматы облысының Іле командасы мен Өскемендік Алтай, Қызылордалық Сейхун Камқыму және Алматы қатысты. 23-ші біріншілікте Іле қыздарының мерейі үстем болды. Алматы облысының қолдобы шеберлері финалда алаң иелерінен басым түсті. Есеп 32-30. Үшінші орын Алматы командасына бұйырды. Қазақстандық аралас жекпе-жек шеберлері Шавқат Рахмонов пен Сергей Морозов M1 Global Promotionмен келісім шартқа отырды. Бұл туралы бүгін MMA Федерациясының президенті Анатолий Ким тілшілермен болған басқосуда мәлімдеді. Енді Рахмонов пен Морозов аралас жекпе-жектегі беделді ұйым аясында кәсіби сайыстарға шығып, осы тұжырым бойынша әлем чемпионы атағына таласуға мүмкіндік алады. Жалпы биылғы жыл MMA шеберлері үшін нәтижелі болды. Федерация шетелдік қауымдастықпен қоян қолтық жұмыс істеп, нәтижесінде елімізде кәсіби деңгейдегі 4 халықаралық турнир өтті.
Бүгінге айтарымыз осы. Хабар арнасымен бірге болыңыздар. Аман болайық.